Сәлеметсіздер ме? Мен Қуаныш Аллаев Мұхаммед Нұрымбетов атындағы Шаңғышылық негізгі орта мектебінің 9 сынып оқушысы Тағатбекова Сабирова. Мен бүгін сіздерге қазіргі таңда өзекті мәселе болып отырған ауа құрамының ластануы және онымен күресу жолдарын айтатын боламын. Ауа құрамының ластануының бірден-бір себебі болып, ауылдық жерлердегі үйлердің мұржаларынан шыққан түтіндер саналады. Автокөлік қозғалтқышында жану процесінен ең қауіпті бензиндегі тертатілік қорғасын түзіледі. Пайдаланылған газдағы қорғасын қосылыстар 1 литр бензинді жаққанда ауаға 200-700 мг қорғасын бөлініп отырады. Автокөлік іштен жанатын қозғалтқыштарында оттек жетіспейтін жағдайда немесе күйе мен көміртек диоксиді әрекеттескенде түзіліп, атмосфераны ластайтын қауіпті ластағыштың бірі түсі және иіссіз көміртек оксиді болып табылады. Ауаға түскен соң біраз уақыттан кейін көміртек оксиді қауіптілігі төмендеу көміртек диоксидіне айналады. Егер көміртек көп мөлшерде атмосферада болса, адамды тұншықтырып өлімге душар етеді. Себебі қандағы гемоглобин реакцияға оңай түсіп, оттекті тасымалдайтын қабілеті жоқ карбоксигемоглобинге айналады. Атмосфераны табиғи жолмен ластайтындарға әртүрлі ауру қоздыратын бактериялар, саңырауқұлақтар споралары, кейбір өсімдіктердің тозаңдары, сонымен қатар космос шаң тозаңдары жатады. Космос шаңы атмосферада жаңа метеориттер қалдықтарынан пайда болады. Секундына атмосфера арқылы үлкен жылдамдықпен 200 миллионға жуық метеориттер ауа қабатынан өтіп отырады да 60-70 км биіктікте көбісі жанып үлгереді. Жыл сайын жерге 2-5 миллион тонна ғарыштық шаң түсіп отырады. Атмосфералық ластануға табиғаттың алапат құбылыстарын қосатын үлесі айтарлықтай. Мысалы, жанартаулар атқылағанда атмосфераға бірқатар химиялық ластағыштар сынап, қорғасын, селен түседі. Ірі орман өрттері салдарынан да атмосфера көп мөлшердегі шаңмен ластанады. Атмосфералық ластанудың антропогендік көздеріне өнеркәсіптік кәсіпорындар, көлік, жылу энергетикасы, тұрғын үйлерді, жылыту жүйелері, ауыл шаруашылығы және тағы басқаларын жатқызуға болады. Тек өндірістік кәсіпорындардың ғана қоршаған ортаға әсер етіп ластауын мынандай негізгі түрлерге бөлуге болады. Шикізат, материалдар, құрал-жабдықтар, отын, электр энергиясы, су және қалдықтар. Атмосфераға таралатындар газ, бу, ауа тозаңы, ал энергетикалық шу, инфрадыбыс, ультрадыбыс, діріл, электромагнитті өріс, жарық, ультракүлгін және лазерлі сәулелендіру. Ауаны ластайтын компоненттердің химиялық құрамы отын энергетика ресурстарының және өндірісте қолданылатын шикізаттың түріне, оларды өңдейтін технологияға байланысты болады. Техногенді шығарындылардың құрамында бірнеше мыңдаған қосылыстар кездеседі, бірақ олардың ішінде ең көп мөлшерде, яғни тонналап атмосфераға шығарылатындарына қатты бөлшектер көміртек оксиді, күкірт диоксиді, азот оксидтері, фосфор қосылыстары, күкіртті сутек, аммиак, хлор, фторлы сутек жатады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ақпаратына сүйенсек, асқазан, өкпе, бауыр, ұйқы безі обырынан көз жұмушылар қатары күн санап өсіп келе жатыр. Мұның бір себебі экологияның нашарлауы. Үлкен қалалардағы лас ауаның адам ағзасына зияны көп, өйткені өкпенің оларды реттеуге күші жетпей, зиянды элементтер қанға араласып кетеді. Ұйым сарапшылары 10 адамның 9-ы ластанған ауада өмір сүріп жатқанын айтады. 2050 жылы лас ауа 3,6 миллион адамның өліміне себеп болады екен. Сонымен қатар ластанған ауа жаһандық жылынуға да әсер етеді. Әлемде атмосфераны ластаушы заттарды жою үшін әртүрлі әдістер ойлап тапты. Атап айтатын болсам, инженерлер Сербия өнертапқышы Никола Тесла ойлап тапқан электростатикалық өріс тұманмен күресте пайдаға жарайтынын айтады. Сонымен қатар голландиялық сарапшы трансформаторын жерге көміп, соның көмегімен ауадан зиянды газды бөліп шығуды ұсынды. Енді ауа құрамын тазартатын әдістермен бөліссе. Автокөліктерді жанған дауылды заттар бөлмейтін қауіпсіз жанармайлармен жүргізсе. Жасанды жанғы биошатырларды қолдану керек деп ойлаймын. Және барлық адамзатты осы әдістерді қолданып, ауаны қоршаған ортаны тазартуға шақырамын. Назарларыңызға рахмет.